Армысыздар, құрметті көрермендер, бұл жаңа кезең бағдарламасы және де оның жүргізушісі мен Арнұр Шекерхан. Бүгінгі бағдарламада біз Қазавтожол ұлттық компаниясы атқарып жатқан жұмыстармен танысатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазақстан Ұлы Жібек жолы кезеңінен бастап Еуропа мен Азия елдерін өзара байланыстырады. Сауданы және халықаралық дәліздерді дамыту, автомобиль жолдары желісін және ыңғайлы инфрақұрылымды дамытуды талап етеді. Ұлттық операторға Қазақстан Республикасының автомобиль жолдары туралы заңына сәйкес ақылы қозғалысты ұйымдастыру және жол бойындағы сервисті дамыту бойынша өкілеттіктер берілген. Жол көлік инфрақұрылымын дамыту ұзақ уақыттан бері Қазақстанның экономикалық дамуының басым бағыты болып табылады. Бүгінде Қазақстан арқылы 5 халықаралық транзиттік автомобиль бағыты өтеді. Ал сол республикалық маңызы бар жолдарды жөндеу, қайта жаңғырту жұмыстарымен елімізде Қазавтожол ұлттық компаниясы айналысады. Елімізде 90 мың шақырым тас жолдары болса, оның 25 мыңына Қазавтожол қызмет көрсетеді. Ал қалған 75 мың шақырым облыстық және жергілікті әкімдіктердің бақылауында. Қазавтожол ұлттық компаниясы 2013 жылы құрылды. Жалпы осы еліміздегі республикалық және халықаралық маңызы бар жолдардың ұлттық операторы болып келеді. Қазіргі таңда елімізде 101 жол республикалық маңыздағы болса, 5 жол халықаралық маңыздағы жолдар. Осы жолдардың құрылысымен біздер айналысамыз, реконструкциясымен дерлік. Қазіргі таңда елімізде 25 мың шақырым республикалық маңызы бар жолдар бар. Жалпы жолдардың ұзындығын айтатын болсақ, 90 мың шақырымнан асады. Оның 25 мың шақырымына Қазавтожол ұлттық компаниясы жауап берсе, қалған жолға жергілікті атқарушы органдар, басқаша айтқанда әкімдіктер жауап береді. Қазавтожол мамандарының айтуынша, бүгінгі таңда 10 мыңға жуық жол белгілерін орнату және ауыстыру жұмыстары басталып кеткен. Сонымен бірге 23 мыңнан астам сигнал беретін бағаналар орнату, шамамен 2700 шаршы метр шу жолақтарын орнату жоспарланған. Көлік жүретін жолдың 30.426 шақырымына жол белгілері салынады. Естеріңізге сала кетейік, жолдардың сапасы бойынша елдердің әлемдік рейтингінде Қазақстан небәрі 93-ші орынды иеленеді. Еліміз рейтингте мысалы көрші Ресейден озық екеніне қарамастан, жолдардың жағдайын жақсарту шараларын әлі де күшейтудеміз. Сарапшылардың мәліметінше 2025 жылға дейін жергілікті желінің 15 мың шақырым жолын салу, қайта жаңарту және күрделі жөндеуден өткізу, 12 мың шақырымын орташа жөндеумен қамту жоспарланып отыр. Мысалы, Қарағанды-Балқаш республикалық маңызы бар тас жолының бойында жол құрылыс жұмыстары қайта жанданды. Жолдың жалпы ұзындығы 363 шақырым. Жол 8 участоктен тұрады. Строительство дорог, оно непрерывно, оно связано, конечно же, с качеством. Жолдардың сапасы жақсы болуы шарт. Бүгінгі таңда жол сапасын қадағалау барысында 5 сатылы жүйе арқылы қабылдаймыз. Авторлық қадағалаудан басталады. Яғни, жоба авторы талаптардың бұзылмауын бақылайды. Сондай-ақ кез келген біздің нысанда тәулік бойы қадағалау қызметі жұмысты тексеріп отырады. Яғни сапасына жауап береді. Қысқасы, біздің мақсат халықты сапалы жолдармен қамтамасыз ету. Осы жолда тынбай еңбек етудеміз. Қазіргі таңда жалпы елімізде 11 ақылы жол учаскесі бар. Олардың құнына тоқталатын болсақ, жалпы бір шақырымы жеңіл көліктер үшін 1 теңгеге тең. Ал жүк көліктерін айтатын болсақ, олар 5 теңгеден 25 теңгеге қарай аралығында. Жалпы осы еліміздегі ең алғашқы ақылы жол, ол Нұрсұлтан-Щучинск, ол кезде Астана-Щучинск, қазір Нұрсұлтан-Щучинск жолы 2013 жылы енгізілді. Сол кезден бастап айта кету керек, сол 2013 жылдан бастап осы жолдардың ақысы еш өзгерген жоқ. Сол кезде 2013-те бір шақырымға 1 теңге болса, қазірде дәл сол қалпында қалып отыр. Климаттық жағдайға байланысты Қазақстанда жол жөндеу маусымы тек 6 айға созылады. Осы жазда ұзындығы 6 мың шақырымды құрайтын тас жолдар жөнделу үстінде.
Қазіргі таңда осы елімізде жол құрылыс маусымы басталып кетті, жанданды деуге де қарқынды жүріп жатыр деп айтуға болады. Яғни еліміздің әр өңірінде осы жол құрылыс маусымы басталды, жүріп жатыр. Биылғы жол құрылысы маусымы аясында 3000 шақырымнан астам жол орташа және күрделі жөндеу жұмыстарымен, ағымдағы жөндеу жұмыстарымен қамтылып отыр. Сонымен қатар тағы да 3000 шақырымнан астам жол ол реконструкцияда деп айтуға болады қазіргі таңда. Жалпы бұл жерде бір ескеретін жайт, жалпы еліміздегі жол құрылыс маусымының уақыты мөлшері, яғни ол жол құрылыс маусымы тек қана 6 ай ғана созылады, себебі ол біздің климатқа байланысты. Қазавтожол ұлттық компаниясында жолаушыларға тәулік бойы қызмет ететін кол орталық жұмыс істейді. 1403 нөмірі арқылы тегін хабарласуға болады. Жалпы операторлық бөлімде 65 адам жұмыс істейді. Күнделікті бір ауысымға 15 адамнан түседі екен. Осы 25 мың километр жолдардан халықтан түскен хабарламалар, арыз шағымдар барлығы осы 1403 нөмірі бойынша контакт центрге келіп түседі. Бүгінгі таңда контакт центр 4 бағыт бойынша хабарламалы. 1403 нөміріне хабарласқан кезде жоғарыда айтып отырмын, қоңырау арқылы шалып, сосын WhatsApp нөмірі бар, Telegram бот нөмірі бар, сосын біздің ресми сайтымыз бар, kash.kz деген. Сол сайт арқылы виртуальный хабарласады деп айтамыз ғой. Сондай хабарламалар қалдыра алады. Енді 2019 жылдан бері біздің байланыс орталығы қандай мәселелер шешті деп айтсақ болады. 2019 жылы біз көктем май айында толыққанды жұмыс істеуге бастадық. Сол кезден бастап 2019 жылы 11-12 мың хабарлама өндірісі, 2020 жылы 106 мың хабарлама, 2021 жылы 107 мың хабарлама өндірілді. Операторлық бөлімге күнделікті түрлі себептермен хабарласады. 2021 жылы қаңтар айының аязды әрі боранды күні Нұрсұлтан-Щучинск арасындағы жолдың қақ ортасында отбасымен қалып қалған азамат хабарласып көмек сұрапты. Операторға ер адамдар хабарласты. Тыңдамай жаңағыдай шығып кеткен, тұтқынға боранның табиғаттың күшіне нетпейді. Бір жарты сағат тұрып қалған, жылаған ер адамдарды болды. Мен өзім қалсам қалдым, бала шағамды алып кетіңдер дейді. Әрине біз ондай нәрсені қысқалдармаймыз, сразу әп-сәтте басшыларға жеткізіп, жергілікті біздің жаңағы осы Нұрсұлтан-Щучинск бойында біздің ДО-лар бар, соның директорларына жеткізіп, техника жіберіліп, тазартылып, пункт назначениесіне келмесе де, бірақ сол жерде жаңа Макинск қаласы бар, Ақкөл қаласы бар, сол жердегі мектептерге шай, тамақ бәрін ұйымдастырып, ауа райы тынышталғанша. Қазавтожол ұлттық компаниясының бастауымен республикалық маңызы бар жолдардың бойында сервистік қызметтер дамуда. Казвей модульді павильондарының қызметін жолаушылар қуана қолданып келеді. Бүгінде еліміз бойынша 1670 жол бойындағы сервистер орнатылған. Олардың 70% ұлттық стандарттарға сай. Для поддержки малого и среднего бизнеса мы предоставляем на безвозмездной основе данные площадки. Шағын және орта бизнесті қолдау мақсатында біз кәсіп бастағысы келетін азаматтарға осындай алаңдарды ұсынамыз. Біздің қоятын екі талабымыз бар. Салынатын нысан модульді болуы және санитарлық гигиеналық тораптардың болуы шарт. Сондай-ақ арнайы субсидияда қарастырылған. Жобаға кеткен қаржының 10%-ін біз қайтарамыз. Санитарлық гигиеналық талаптарды ұстауға айына 83.300 теңге бөлінеді. Ақкөл қаласының тұрғыны кәсіпкер Ерболат Қапаров жол бойында модульді сервис ашып, несібесін тауып отыр. Идея пришла в том, что, знаете, я сам активный участник движения. Өзім үнемі қозғалыстамын. Әртүрлі жерлерде болдым. Кейбір жерлерде сервистің жоқтығын байқадым. Жол бойында сервис ашу идеясы ойыма келді. Менің ойымша, әр кәсіпкер қоғамға пайдалы болуды көздейді. Менің де арманым іске асты. Жан-жағыма пайда әкелгім келеді. Шағын ғана кәсібіммен елімнің дамуына үлес қостым деп ойлаймын. Болашақта қонақтарымның жайлы демалуы үшін қызмет сапасын арттыруды көздеп отырмын. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламада республикалық маңызы бар тас жолдарды салатын Қазавтожол компаниясының жұмысымен таныстырдық. Сіздермен болған мен Арнұр Шакирхан, және де бұл жаңа кезең бағдарламасы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.